Сәлем достар, менің Тока Seven Stars каналыма қош келдіңіздер. Бұл өте қысқа фильм. Фильмнің аты Бай қыз бен кедей қыздың өмірі жайлы болады. Және де видеом бастамас бұрын достар, менің сіңілімнің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, және де колокольчик қалдырып кеттіңіздер. Және де мынау менің бірінші каналым. Бұл каналда мен 140 балл сериалын түсіріп жүрмін. Бұл каналға да тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, және де колокольчик қалдырып кеттіңіздер. Ал менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, сосын барып колокольчик батырмасын басып кетіңіздер. Сонда келесі видеоларды жіберіп алмайтын боласыздар. Және де менің каналыма лайк басып, и комментарий қалдырып кетіңіздер. И келесіде қандай сериал түсіруге болатын идея қалдырып кетсеңіздер болады. Ал ендеше кеттік. Ал бірінші очередь мен кинодағы кейіпкерлерді таныстырып кететін боламын. Осы 5 кейіпкер главный кейіпкерлердің бірі болады. Соларды жеке таныстыратын болам. Бұл қыздың аты Мира, бұл бай отбасының қызы, және басында тәкаппар болады. Бұл бізде Алия, ол кедей қыз, ол ақкөңіл және де еңбекқор қыз. Келесте бұл бізде Мираның анасы, ол бай және де қаталдау болып келеді. Бұл бізде Мираның әкесі, ол да бай және сабырлы адам. Және ең соңғы кейіпкеріміз бұл бізде Алияның анасы, ол мейірімді және де еңбекқор адам. Менің әкем новый телефон әперді, тура дорамадағыдай. Қараңдар, осындай ашып жабылатын. Күшті, ә? Мә, күшті ғой Мира, әдем ғой. Я, құтты болсын телефон. Әдем екен. Рахмет. Ай, Алия, сен сүмкең әлі сол ма? Иә, әзірге ауыстырамайым. Мен ондай сумкамен мектепке келуге ұялар едім. Сәлеметсіңдер ме балалар? Так, балалар, бүгін жұппен жоба жасаймыз. Әрқайсысын мен бөліп шығам. Так, Мансұр Айшамен болады, ал Жансезім Әсеммен болады, ал Ая болса Барспен болады, ал Мира болса Алиямен болады. Не? Мен онымен ба? Иә, бұл топтық жұмыс. Бір-біріңе көмектессіңдер. Сәлем. Сәлем, үйге кіре бір. Мә, саған, үйің қандай әдем? Иә, бірақ ештеңе тиіспе. Жобам бәрін мен жасаймын, сен тек қарап отыр. Бірақ екеуміз бірге жасауымыз керек қой. Сенің ондай нәрсеге ақшаң да, мүмкіндігің де жоқ. Үйіме жеттім ау. Так, телефонымды қойын бірінші. Потом сумкамды қойын. Енді жобаны істеп тастау керек. Қызым, не істеп отырсың? Жоба, ертең тапсырамыз. Қинап қоймадың ба? Жоқ, мен жасап көрем. Мен бәрін өзім жасадым. Жақсы. Мынау кімнің жұмысы? Мен жасағанмын. Өте жақсы жұмыс. Мен саған жоғары баға қоямын. Қалайсың қызым? Сабағың жақсы ма? Иә, жақсы. Айтпақшы бүгін жоба болды ғой. Содан ең жоғарғы баға жинаған ол Алия. Алияның толық аты-жөні қалай? Сәрсенова Алия. Бұл мүмкін емес. Не болды? Біз оның отбасын көп жылдан бері іздеп жүргенбіз. Сіз сол адамсыз ба? Иә, бірақ сіз кімсіз? Көп жыл бұрын біз сіздермен бірге бір жобада жұмыс істегенбіз. Сіз бізге өте қиын кезде көмектескен едіңіз. Біз сіздерден айырылып қалған едік, бірақ сіздің жақсылығыңызды ешқашан ұмытпадық. Алия? Иә? Кешірші, мен сені ақшасы жоқ деп төмен санадым. Ештеңе етпейді. Сен менен әлде қайда жақсы адам екенсің. Доспыз ба? Әрине. Адамның байлығы, оның киімі немесе ақшасы емес, жүрегіндегі адамгершілігі.
Ал достар, осымен видеомыз аяқталайын деп жатыр. Келесі видеоға жіберіп алмаш үшін мен каналыма тіркеліп, сосын колокольчик батырмасын басып кетіңіздер. Және де мен каналыма лайк басып, и комментарий қалдырып кетіңіздер. Ал ендеше сау болыңыздар.